200 грамм май алып, үй температурасында жақсылап езіліп 1 стакан шекерімізді саламыз, араластырамыз. Екі жұмыртқаны шағып салып, оны да қосып, жақсылап араластырамыз. Сәл ғана себелеп, ванилин сеуіп шығамыз. Бір ас қасық ас содасына 2 тамшы уксусты тамызып, жақсылап араластырамыз да қоймалжыңымызға салып араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызға 3 стакан ұн салып, араластырып, қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін мұздатқышқа салып мұздатып қоямыз. Екінші бөлігін табамызды майлап, табамызға салып жаямыз. Табамызға сары майды жағамыз.
Видеода көрсетілгендей етіп жайып болғаннан кейін алма тосамын, алма жемін алып, тегістеп, орташа қалыңдықта қамырымыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Тосабымызды жағып болғаннан кейін, екінші бөлік мұздатқыштағы қамырымызды алып, үкіштен өткізіп, себелеп бетіне салып шығамыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Бүгінгі үлпілдек пирогым рецепті ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.